Сәлем достар, сіздер малдың тұмаумен ауыратын бұрын-соңды естіп көріп пе едіңіздер? Бұл көбінде қолда ұсталған сүт бағытындағы және ет бағытындағы сапалы сиырларда көп кездесетін індет. Мұндай індетке шалдыққан малды қарапайым әрі ең өнімді жолмен емдеуге болатынын білгіңіз келсе, арнаға жазылып лайк басыңыз. Індетке шалдыққан мал салғырттанып, оттауы нашарлайды, көп күйіс қайтармайды, дене температурасы жоғарылап, тамыр соғуы, тыныс алуы жиілейді, дәнекер қабығы қызарып, көзінен жас ағады, жөтеледі, мұрнынан су ағады, аузы көгереді, үлкен қарынның әрекеті баяулап, тезегі құрғайды. Емдеу: адамдарға істетілетін аспириннен онда 20 грамды ауыздан ішкіземіз. Сосын анальгин өкілінен малыңыздың дене салмағына қарай бұлшық ет немесе көк тамырдан өкіл етеміз. Сосын малыңызды суға қандырып, оңай қорытылатын азық бересіз. Бұл қарамаққа қарапайым болғанмен өнімі өте жоғары ем. Қолданып көрсеңіздер болады. Видео пайдалы болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.